Нубиктің үйіне де келіп жеттік. Қазір Нубиктен істің мән жайын сұрап көрейік. Есікті ашайық. Сәлем, Нубик. Сәлем, Джон, қалайсың? Жақсы, өзің? Көріп тұрғандай, менің жағдайым онша емес болып тұр. Нубик, сен неге қаланы жарып тастадың? Алдыңғыда сенің үйіне қонаққа барған кезде, сенің үйіңнің ішіндегі сандықтан динамит тауып алдым. Бәсе, Нубик, сен неге үйінің басына егін егіп қойғансың? Одан басқа егін егетін жер жоқ. Баяғы заманның адамдары құсап, қойлық жасап қойсын. Үйінді бір айналып көрейік. Үйінді жерден, асқабақтан, қарбыздан жасапсың. Терезеңді түрмедегідей темір тордан жасапсың. Нубик, енді бұл мәселені қалай шешуге болады? Сен жақсы өмірге лайықсың. Ол үшін қала әкіміне барып сұрастыру қажет. Нубик, сонда қала әкіміне барып жайдан жай сұрастырып, жақсы өмірге ие бола аламын деп ойлайсың ба? Білмеймін, барып сұрап көрейік те бірінші. Нубик, шоуға жиналып дайындалайық бірінші. Жарайды, жуынып шайынып алайын. Жарайды онда, Нубик. Жуынып шайынып ал тезірек. Қазір болмаса, әкімшіліктің ғимараты біз болам деген жиын жабылып қалмаса. Жүр кеттік, Нубик, қайқа бару керек? Менімен жүр, мен әкімшіліктің ғимаратын қай жақта екенін білемін. Нубик, сендердің қалаларында ақ түстен салынған ғимараттар, үйлер көп екен, е? Я, енді неге футуристика деп аталады деп ойлайсың? Нубик, әкімшілік ғимаратына жақындап қалдық па? Я, келдік уже. Әкімшілік ғимараты сендердің үйлеріңе жақын тұрады екен ғой, ә? Мә, ішінде қандай күшті апармөнесі. Бұл әкімшілік ғимаратында әлемде ең мықты деген дизайнерлер қызмет атқарады. Я, көрініп тұр, бәрі супер качествода жазылған ғой. О, әкімге де келіп қалдық. Жүр, Нубик, әкіммен сөйлесейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, әкім мырза, біз бір мәселемен келіп тұрмыз. Нубиктің мәселесі жайлы. Нубик, енді қалған өзін түсіндіресің. Қысқасы былай, мен Джонның үйінен динамит алғанмын, соны қалаға әкелгенмін. Мен динамиттің не екенін білген жоқпын. Соны қаланың ортасына қойдым. Сосын бір жігіттің темекісінің шоғы кетіп, динамит жарылып кетті. Түсінікті. Менің қателігімді түзеуге мүмкіндік беріңізші. Я, мен саған мүмкіндік беремін. Ол үшін сен қаланы бұрынғы қалпына келтіруің қажет. Сонда ғана сен басқа адамдар сияқты бақытты өмір сүре аласың. Саған тек қана қаланы қалпына келтіру қызметі жүктелді. Саған бұны қалпына келтіру үшін техникалармен, құрал жабдықтар және құрылыс материалдарымен қамтамасыз етемін. Сау болыңыз, әкім мырза. Сау болыңыз. Нубик, жүр, сыртқа шығайық. Қане қаншалықты жерді жөндеу керектігін көрейік. Жүр, Нубик, мына жақта шығар. Жүр, барып көрейік осы жаққа. Я, сол жақ менің жарған жерім. Міне, Нубиктің жарып тастаған жеріне де келіп жеттік. Міне, Нубиктің жарып тастаған жері осыншама үлкен аумақты алып жатыр. Енді бұл жерді жөндеу үшін біраз уақыт кететін болады. Біз енді Нубиктің жарып тастаған жерін барынша қалпына келтіруге тырысамыз.